Достар, қайырлы күн. Мен сіздерге Телеграмда өздеріңіздің посттарыңызды қалай сақтау керектігін көрсетейін. Мынау Text for Instabot деген канал Телеграмның ішінде. Осы жерге мен міне барлық посттарымды жазып, осылай сақтап қоямын. Қараңыздар. Енді сіз пост жазғанда мына жерге теріп жазасыздар. Мысалы, тура WhatsApp-тағыдай осылай теріп жазасыздар, сосын жібересіздер, отправить деп. Осылай сияқты жібересіздер. Енді міне мынау сарғыш болып тұрған осы біздің жазып жіберген постымыз. Сол жазып жіберген постымызды ол қайтадан бот бізге мынандай ақ қылып жібереді. Яғни тексеріп жібереді. Қараңыздар. Мына посттың астында ештеңе жоқ, ал мынау тексерілгеннің астында мынандай сандар тұр, иә. Бұл сандар нені білдіреді? 2200 символ Инстаграмға сыйса, соның 514-і бар екен мына постта. Енді 30 хэштег сыйса, мына жерде 7 хэштег бар екен. Және мен жазған кезде қараңыздар, араларын ашып, абзацқа бөліп жаздым. Тура солай маған қайтарып берді тексеріп. Енді осыны копировать етеміз. Копировать еткенде үстінен басасыздар осы посттың. Сосын мынау 4 бұрыштыны басасыздар. Оң жақта тұрған бірінші осыны копировать етілді. Соны басасыздар да өздеріңіздің инстаграмдарыңызға қоясыздар, вставить етіп. Болды. Тура солай инстаграмға ол салынып кетеді. Бұл Text for Instabot-тың несі жақсы? Бұл яғни сіздердің үнемі жазған посттарыңызды сақтап қоятын өздеріңізге ыңғайлы блокнот ретінде. Қараңыздар. Бұл сіздер бұны кез келген уақытта ашып, жөндей аласыздар. Мысалы, редактировать етесіздер. Міне, мынау сарғыш бірінші өзіміздің жіберген постымыз бар ғой, соны міне қарындаштың үстінен басамыз, редактировать етіледі. Міне, кез келген сөзді қоюға болады, смайликті қоюға болады. Мысалы, редактировать етіп бір сурет смайликті қояйық, иә, осындай сияқты. Сосын оны редактировать етіп, қайтадан жібереміз. Бізге ол қайтадан тексеріп, қайтадан жібереді, міне. Көрдіңіздер ме? Өте ыңғайлы қосымша. Енді жаңағы копировать еткен текстімізді біз міне мына жерге қойып қойдым уже. Тура осылай біз қалай салдық, тура солай тұр. Ал инстаграмда біз өзіміз теріп қолдан жазсақ, осылай ашасын қаншама, бірнеше рет қаншама рет арасын ашсақ та абзацқа бөліп, оның бәрі жабысып, тұтасып кетеді. Ал жаңағы Text for Instabot-та қараңыздар, тура қалай жаздыңыз, тура солай тұрады, сақталып кетеді.